Құтты болсын жаңару күні, көктем келді шаттық тілеп, баршаңызға бақыт береке, байлық, молшылық тілеп. Ендеше балалар, жаңару күнін қалай түсінесіңдер? Айта қойыңдаршы. Жаңару күні көктемде табиғатты оянып, жаңарып, тіршіліктің қайта бастауын білдіретін ерекше күн. Жаңару күні табиғатты адамдар құрметтеп, жақсы істер жасап, бір-біріне жақсы тілектер айтады. Жаңару күні адамдар үйін тазалап, ағаш, гүл отырғызып, бір-біріне жақсы сөздер айтады. Наурыз айы жобасы төніп тұрған береке. Ай туғанда жылда осы, бізде елді мереке. Көктем келді даладан, күн шуағын тарата. Жаңару күні келіпті, қуаныш сыйлап баршаға. Biz gül utla sararız. Aldığımız taşları çelikке sararız. Yine toprakta su saçarız. Çeleklerin içinde toprak sararız. Burada bölümümüzde oturacağız. Ve su koyarız. Benim gülüm Ayşe'yle. Benim gülüm adı Nando. Biz Tavus Kızıköy'deyiz. Tavus Koca Kazaklarının candaratında sığır takamaz. Tavus Kızıköy'ü bereketi, balıktı, cihazı başlatı bildiriydi. Tavus Kızıköy'ü cügülü, et, süt, ayla, kaymak koşular. Tarı, biber, maş koşardı. Tavus Koca'mız daim boldu.